Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 136 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық ойын туралы не білемін? Е дыбысымен әрпі. Бұл сабақта сен керекті сөздерді қолдана отырып, мәтін құрастырып жазасың, сөздегі дыбыс түрлерін ажыратасың. Балалар, сабағымыз бастамас бұрын ойланып тауып алайық. Экранда бар, уранда жоқ. Экскаваторда бар, кранда жоқ. Бұл қандай әріп деп ойлайсыңдар? Әрине, бұл Е әріпі. Біз өткен сабақта Е дыбысымен әрпімен танысқанбыз. Е дыбысының дауысты дыбыс екенін білдік. Ол сөздің басында кездесетінін және орыс тілінен енген сөздерде кездесетінін білдік. Біз оқулықпен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздың бірінші тапсырмаға назар аударайық. Ұйқасын тап. Ол үшін электр қуатын кім пайдаланады? Сұрағына жауап болатын сөзді таңда. Жанып тұрды алмұрт, пайдаланды бар. Құрт, жұрт, ұрт сөздерінің ішінен керектісін таңда. Екінші тапсырма. Оқы. Мынау балаларға арналған кітап. Ол менің алғашқы энциклопедиям деп аталады. Кітаптан өзіңе керекті ақпараттарды ала аласың. Балалар, энциклопедия деген кітап болады екен. Бұл кітаптан өзіңе керекті ақпараттарды тауып алуға болады екен. Үшінші тапсырма. Рөлге бөліп оқы. Мен эскимостар туралы білдім. Ондай ақпаратты қайдан таптың? Менің алғашқы энциклопедиям кітабынан. Эскимостар деген кім екен? Эскимостар ақш, Канада, Гренландия, Ресей мемлекеттерінің солтүстік аймақтарын мекендейтін халықтар тобы. Сан ғасырлар бойы Арктикадағы өмірге бейімделіп, теңіз кәсібімен айналысқан. Аң аулауға ұшы қайырылған гарпун қайық, каяк қолданады. Эскимостардың морж, кит, түлен, карибу бұғысы тағы басқа жануарларды ежелден ақ аулап келді. Күмбез тәрізді баспаналары иглу қардан тұрғызылған. Тағамға ет, балық, теңіз омыртқасыздарын пайдаланады. Келесі балалар, төртінші тапсырма. Жасырынған қай сөз? Балалар, суреттегі зат атауларының алғашқы әріптерінен сөз құрабы арқылы жасырын сөзді анықта. Жұмыс дәптерімізге 109 беттегі бірінші тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар балалар, өздеріңді мынандай смайликтер арқылы бағалап, кері байланыс беріңдер.